Қоғамда кейбір мемлекеттік қызметкерлер өздеріне бекітілген өкілеттікті халық үшін емес, өздерінің жеке мүддесі үшін пайдаланып келе жатқандығы жаныңды, жүрегіңді ауыртатын ащы шындық. Соның бірі Алматы қаласындағы әділет департаментінде мәжбүрлеу орындау бөлімінің қызметкері Каримсахова Нуригүл Жақсылық қызы менің ісім бойынша мамыр айында жеке сот орындаушы Елтоқовтың үстіне қызметтік тексеріс жүргізілу ашылып, сол комиссияның төрағасы болып бекітілген. Сол уақыттан бері осы күнге дейін қанша хабарлассам да маған түрлі сылтаулар айтып, әлі нәтижесі жоқ деп келді. Мен Каримсаховадан күдіктенгеннен кейін осы іс Әділет министрлігінің бақылауында тұрғандығын ескеріп, мен 30 маусым күні Әділет министрлігіне хабарлассам, бұл қорытындысы 25 мамыр күні шыққандығын білдім. Ол қорытындыны Каримсаховаға жіберіп, неге алдайсыз қорытынды шыққан екен ғой десем, ол кісінің маған беріп тұрған жауабын қараңыздар. Мен сізбен бүйтіп отыратын уақытым жоқ, телефонмен переписка жасап, аудиозвонокпен сізбен әңгімелесіп отыратын. Мен өз жұмысымды істеп отырмын ба, жазбаша жаздыңыз ба, соған жазбаша ответ алдыңыз. Телефонмен біз түсіндіру, ол біздің обязанностьқа жатпайды. Мен сізге итакеде түсіндіреміз де, келген адамдардың бәріне қолдарына ұстатып жібереміз, жазып бергендеріне ответін уақытылы беріп жатырмыз. Так что маған артық әңгіме айтпаңыз, маған енді сот ойға жазбаңыз. Қызметтік тексеріс нәтижелі болу үшін мен Каримсаховаға Елтоқовқа тиесілі барлық аудио, видео жазбаша дәлелдерімді толық жеткізген болатынмын. Соған қарамастан істі дұрыс жүргізбей, Каримсахова осындай өзі құйтырқы әрекеттерге барып отыр. Бізде қазақта би екеу болса, дау төртеу болады деген. Бізді өшіріп жатқан, халықты өшіріп жатқан осындай бас-басына би болған өңшең қиқымдар. Қазіргі таңда мен Каримсахова Нуригүлді мемлекеттік қызмет істері агенттігіне үстіне шағым түсірдім. Осы әрекеттер үшін тәртіптік шара қолданып, қажет болса қызметтен босатылсын деп. Себебі біз өз елімізде өгейдің күнін кешпеуіміз керек.